Қарып көрді ма? Сылтауының бірінде де не деген? Былай деп берген екен. Сылтау? Сылтау қанша береді? 5-тің 2 дәрежесі, 5-тің 4 дәрежесі, 5-тің 6 дәрежесі, осылай нешеге дейін барған? 5-тің 2x дәрежесі. Тең болады нешеге? 0,104-тің неше дәрежесі? Минус 28 дәрежесі. Енді қара да, мен мына жағын ғана алайыншы, мына жағын көріп тұрсың ба? Осыны 4 бөлінген 100 деп алсақ бола ма? Осының неше дәрежесі? Минус 28. Енді бұл 4 екеуі қысқарады ғой 4-ке. Қысқарады қанша болады? 125. Сол кезде неше дәрежесі? Енді сендерге сұрақ, мынау 5-тің қанша дәрежесі? Квадрат, ол минус 2 дәрежесі жоғары кететін болса, 5-тің қанша дәрежесі болады? 2-ге бөлесің ғой 28. 5-тің қанша дәрежесі? 26 дәрежесі. Демек, мынаны бұны апарып қойсақ бола ма? Демек, бұл 5-тің қанша дәрежесі деген сөз? Енді қарада, мынаның бәрі 5 қой. Біз ана дәреже қажеттер бар ғой, негіздері бірдей болатын болса, дәрежелерін не істеуге болады? Қосуға болады екен сөз. Яғни мына үстіндегі тұрған қанша дәреже бар екен бізге белгісіз болып тұр ғой сол. Сол дәрежелердің бәрін қосқан кезде қанша шығып тұр? 56 болып тұр. Прогрессияны өттік па? Прогрессияны өттік. Қарашы, мына прогрессия келіп келмей ме? 2, 4, 6, бірінші мүшесі нешеге тең? 2-ге тең. Ал қосылып жатқан сан b деген b 2-ге тең. Яғни a1 2-ге тең, b 2-ге тең. Енді бүйтемін мен. Яғни сенде sn деймін да, sn қаншаға тең болып тұр? Sn дегені сізде 56-ға тең болып тұр. Ал a1 деген қаншаға тең болып тұр? 2-ге, d дегені 2-ге тең болып тұр. Енді қарада, мына n деген бар ғой, мынау x деген. Сізге как раз x қаншаға тең деп сұрап тұр сізден. X қаншаға тең деген сөз, мына жерде x пен n деген қандай тең. Яғни сен n-ді тапсаң, нені таба аласың? X таба аласың деген сөз. Енді апарамда sn формуласы қандай еді бізде sn формуласы? 2a1 қосылған n-1 бөлінген қандай? 2 бөлінген n. Енді sn бізде қаншаға тең sn? 56-ға тең болады. Бөлінген 2, a1 қаншаға тең? 2-ге тең, d қаншаға тең? 2. n- қандай? 1 бөлінген көйтілген n, дұрыс па? Енді мына жерден ше, мына 2-ні былай қарай көйтіп өткізсем бола ма? Қанша болады сонда сол кезде? 112 болады. Тең болады 2-ге 2 бөлсең 4, мынау 2 болады, мына бөлсең минус 2, 4-тен 2-ні азайтсаң 2. Мына жердегі n-ді ше, мына жаққа шығара салайыншы. 2 плюс 2n десем бола ма? Болады ғой? Дұрыс па? Енді жеке-жеке не істеймін? Көбейтемін. n-ді 2-ге көбейтемін, сосын 2-ні 1-ге көбейтемін. Енді көбейтетін болсам қара, мына жаққа қарай жалғастырамын. 2n квадрат өсек жазылады. Дұрыс, 2n плюс 2n квадрат тең болады қаншаға? 112-ге. Бәрі 2-ге бөлінеді десем кестесіне ма? Бәрі 2-ге бөлінетін болса ше, n квадрат, мына плюс n, мына 2-ге бөлсең 56 ғой. Оны былай қарай өткізсең минус 56 болып келеді. n1, n2-ні айтыңдаршы. Жоқ, минус 7 мен 8. 7 мен 8. Минус 8 және қандай? Әнде. Плюс салым ба, минус салым ба? Плюс. Плюс салым. Демек x деген қанша тең екен? Түсіндір алдым ба? Тоқталады қалса. Енді қара. Мынаны ше, 2-нің кубы десем бола ма? Болады ғой, я? 2-нің кубы десем. Өйткені 8 деген са 2-нің кубы емес па? Мынаны қандайсыңдар көйтінсе болады? 2 мен 9. 2 мен 9-ы көйтінсі ма? 2 мен 3-тің квадратының. 9-ың x дәрежесі. Мынау 2 көйтілген 3-тің қанша дәрежесі? Дұрыс па? Мынау 3-тің квадраты десе бола ма? Қара, 2-нің 3x дәрежесі плюс 2-нің x дәрежесі 3-тің 2x дәрежесі. Тең болады 2 көйтілген 3-тің қандай? 3x дәрежесі. Осыны бөлемін 3-тің 3x дәрежесіне бөліп тастасам бола ма? 3-тің 3x дәрежесі бөліп тастасам. Сол кезде мынау ше 2-нің 3x дәрежесі бөлінген 3-тің қанша дәрежесі? 3x дәрежесі. Плюс мынаны бөлетін болсам, мынау 2-нің x дәрежесі бөлінген 3-тің қанша дәрежесі? Осылай болмай ма бөліп тастасақ? Өйткені ана 2x пен мына 3x қысқарады да, мына жерден бірақ x тап кетеді ғой. А мына жерден мына мен мынау қысқарса тек қана не қалады? Енді осы жерде жаңа айнымалы енгізсем бола ма? 2 бөлінген 3-тің x дәрежесі не деп аламын? А-ға тең деп аламын. Сол кезде мынау a-ның неше дәрежесі болады? Кубы плюс мынау a тең болады қаншаға? 2-ге. Осыны апарып не жаққа жазайын? a-ның кубы плюс a тең болады нешеге? 2-ге. Мына 2-ні мына бетке қарай өткізейін. a-ның кубы плюс a минус 2 тең болады нешеге? 0-ге. Енді a-ның кубы плюс a, мына минус 2 неше? Былай алсам бола ма? Минус 1 минус 4 деп алсам. Бола ма, болмай ма? Сол минус 1-ді ше, біреуін былай қарай алып келейінші. a-ның кубы
минус 1 плюс а минус 1 десем. Бола ма осылай істесем? Қысқаша көбейту формуласын білеміз ғой? Білеміз ғой, мынаның үстіне куб қоясам түсінікті болады же? Сонда а куб плюс б кубтың формуласына салсам а минус 1 аның квадраты плюс а плюс 1 бола ма? И мынау не болып жазылады? А минус 1 болып жазылады. Дұрыс па? Мына білеміз ғой, мынаны неге салған түсіндіңдер ма? А куб минус б кубтың формуласына жазады. Енді екеуінен не шығады сыртқа? А минус 1 сыртқа шығады. Түгіл іште не алады? А квадрат плюс а плюс 1 и плюс қандай? Мынаны шешім жоқ десем бола ма? Дискриминантты шешсек, дискриминанттың мәні не болып қалады? Минус болып қалады. Мынаны шешіп көрсеңдер. 1-ге 1 тоғызсаң 2 болады да? Дискриминантқа шешетін болсаң бәрі 1-дің квадраты минус 4 көбейтілген 2. Бұдан қанша шығады? Минус 7. Бұның шешімі жоқ болады. Сол үшін минус шешімі жоқ. А мынаны теңестірсең, а тең болады нешеге? 1-ге. А-ның орнына нені қояды? 2 бөлінген 3-тен x дәрежесін тең болады 1-ге десек, мына 2 бөлінген 3-тің 0 дәрежесі ғой. Сонда x тең болады нешеге? Түсінікті ма? Бола ма? Шығарып бар? Стоп, төртіншесі. 6-ның x плюс 2 дәрежесі, мына қатты қиын деп айтамын, бірақ болады шығаруға. 6-ның x плюс 2 дәрежесі 2-ның x квадрат көбейтілген 3-тің x плюс 2 дәрежесі. Мына жерде не істеп аламыз? Мынаны бүйте алсақ бола ма? Мынаны ше 6-ның x дәрежесі көбейтілген 36 десем болады ғой. Дұрыс па? Мынаны 2-ның қанша дәрежесі болады? X квадраты көбейтілген 3-тің x дәрежесі көбейтілген қанша? 9 деп алуға бола ма, болмай ма? Болады ғой. Енді осы жерден бүйтем. Мынаны ше 3-тің x дәрежесі 2-ның x дәрежесі көбейтілген 36 тең болады 2-ның x квадрат көбейтілген 3-тің x дәрежесі көбейтілген 9. Дұрыс па? Енді мынаны әретке қарай өткізем. Өзімді жылы сезім кеткен ше. Бана сенің комбинацияда жүргізем. Мынаны қарай өткізем. X квадрат көбейтілген 3-тің x дәрежесі көбейтілген 9 ба? Екеуінен де ортақ көбейткіш нені шығарамын сыртқа? 3-тің x дәрежесін сыртқа шығарамын. 3-тің x дәрежесін сыртқа шығаратын болсам, іште не бар? 2-ның x дәрежесі көбейтілген 36. Мынада не бар мынада? 2-ның x квадрат дәрежесі көбейтілген қандай? Тең болады 0-ге. Жеке-жеке не істеймін? 0-ге? Теңестіремін. Мынаның мәні бар ма? Мәні жоқ. Дұрыс па шешім болмайды. А мынаны 0-ге теңестіремін. 36 минус 2-ның x квадрат көбейтілген 9 тең болады нешеге? 0-ге деп аламын. Сөйтіп ары өткен не істеймін? Бөлуге өткіземін. Минус плюсқа өткіземін былай қарай. 2-ның x квадрат көбейтілген қандай? 9 дәрежесі. Дұрыс па? Енді ше, мына дәрежесі барларды бір бетке жинаймын да, сандарды бір бетке жинаймын. Қара, мынаны бүйтіп те жазсам бола ма? Көбейтілген 9 деп тұр ғой мына жерде. Осына тең болады 2-ның x дәрежесі көбейтілген 36 деп жазсақ та болады ғой. Орындарын ауыстырсақ та теңдіктің орнын ауыстырып. Енді мына жерден бүйтіп аламын. 2-ның x квадрат мынаны бөлуге өткіземін астына. 2-ның x дәрежесі де тең болады 36-ны 9-ға бөл жесем қанша шығады? 4 шыға ма? Осы жерден дәрежелері бір-біріне не істейді мына жерде? Азайтылады емес па? Негіздері бірдей болса дәрежелері азайтылады. Мына 2-ның қанша дәрежесі? 2. Енді тастап кетуге бола ма? Болады ғой тастап кетуге. Тастап кететін болсам, x квадрат минус x тең болады нешеге? 2-ге x квадрат минус x минус 2 тең болады 0-ге. x1 x2-ні айтыңдаршы? 2 минус 1. Минус 1. Бұл енді жеңілдеу түрі. Бұл қатты жеңілдеу. Бүйтіп алсам бола ма? Сендердің айтайын ғой, түбірден құтылу. Түбірден құтылу үшін не істейтін ек? Жоқ, иррационалдықтан құтылу үшін. Бөлшектің бөлімі иррационал болса, иррационалдықтан құтылу керек болса, астында үстінде соның плюсі болып тұрса, минусына көбейтетін еттік. Минусы болып тұрса, неге көбейтетін ек? Плюсіне көбейтетін ек. Демек, мен мынаның ше, минус болып тұрса, несіне көбейтемін мен мынаны? Қара, 2 минус тұбырасты 3-тің x дәрежесі деп тұр ғой мына жерде, дұрыс па? Осының тура мынаның несіне көбейтемін? Минусына. Плюсына. Плюсына көбейтемін. Қысқаша көбейту формуласын қысаймын. Ана. Ажалма. Солай аламыз ба не? Иә. И плюс. Мынаны жазамын. Мәссаған, сен алайын деп болмай. Жалғастырып. Тұбырасты 2 плюс тұбырасты 3-тің қанша дәрежесі? X дәрежесі тең болады нешеге? 4-ге. Енді қарада, негіз дәрежелері бірдей ма мынаның? X дәрежесі де, и түбір дәрежесі де. Демек, бір түбірге алып жересің да бұны қара. Бір түбірге бұлай алып, 2 минус түбірасты 3, мынаның 2 плюс қандай? Түбірасты 3. И осының сыртында қандай дәреже бар? X дәреже бар. И астында не бар? 2 плюс түбірасты 3-тің. Мынау түбірмен алмады ғой? Қанша дәрежесі?
x дәрежесі. И плюс мына жерден 2 плюс түбір асты 3-тің қанша дәрежесі? x. Тең болады нешеге? Енді қарада мына а квадрат б квадратқа келе ма, келмей ма? Келеді ғой. Яғни біріншінің квадраты азайту, екіншінің квадраты. 4-тен 3 жазсам, мынау нан квадрат қанша бізде? Нан квадраты 4-тен 3 жазсам 1. А, 1-дің кез келген дәрежесі нешеге тең? 1-ге тең. Яғни сызында тұрған x та мынау 2-ден 1-де не істей алмайды олар? Әсер ете алмайды. Былайша айтқанда бәрі одан не шығып болады? 1 шығып болады. Сөйтесінде 1 бөлінген мына не деп аламын? 2 плюс 3 түбір асты 3-тің неше дәрежесі оған? X дәрежесі плюс мынаны жазамын. Ортақ бөлім береміз қалай? Тоқтайсың аспасы. Түбір асты 3-тің қанша дәрежесі? X дәрежесі. Тең болады нешеге? 4-ке. Жаңа айнымалы енгізсем бола ма? Қара, жаңа айнымалы 2 плюс түбір асты 3-тің X дәрежесін неге тең деп аламын? А-ға тең деп алсам ше? Мынау 1 бөлінген А плюс А тең болады нешеге? 4-ке. Ортақ бөлім берем. Ортақ бөлім не берем мынаған? А берем мынағанда. Сонда ше, бұяққа жазатын болсам, қара. Бұяққа жазатын болсам, А квадрат минус А квадрат. минус 4а. Оза қоя тұр. Мынаны көріп кезде ше, 4 аны былай қарай өткізсем минус 4а бола ма? Иә. И плюс қандай? 1. Дискриминантқа саламын. Дискриминантқа салатын болсам, b квадрат минус қандай? 4а. Осы ғой формуласы. Демек, салатын болсақ, 16 минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген 1 ма? Бұл 12 шама бұдан? Қандай сандар көбейтілсе 12? 4 пен? Одан 2 түбір асы не шығады? 2 түбір асы 3. 2 түбір асы түспай ма? Түбірге аса. Енді А1 А2 табамын. А1 А2 табатын болсам, 4 плюс минус 2 түбір асы 3 бөлінген қандай? 2. Мына екеуі де 2-ке бөліне ма? 2-ке бөлінсе бұны бет жазалам ба? 2 плюс минус болады ғой. Демек, А1 дегенің 2 плюс түбір асты 3-ке тең А1 дегенің. Ал А2 дегенің неге тең болып тұр? 2 минус түбір асты 3-ке тең болып тұр. Дұрыс па? Осылар бидім. Бізді Аны неге теңестіріп алдық Аны? Наға теңестіріп қойғаны? Осы Аны апарамда не жерге қоямын? Түбір асты 2 плюс түбір асты 3-тің қанша дәрежесі? X дәрежесі тең болады 2 плюс қандай? Түбір асты 3. Дұрыс па? Мынау 2-ден 1 деген дәреже ма мынау? Бұл 2-ден 1 деген дәрежені X-қа көбейтсем, X бөлінген X бөлінген қандай шығады? 1 дәрежесі деп алсақ бола ма? Осы жерден екеуі бірдей болды ма? Тастап кетсем болады ғой. Тастап кетсем, X бөлінген 2 тең болады 1-ге, X тең болады нешеге? Бұның енді шешімдері 2 шешімі бар. Минус 2 деген шешімі бар. Минус 2-ні мына жерден шығару керек енді. Мынаны неге теңестірем? Жаңағы неге теңестірем? Қара. Түбір асты 2 плюс түбір асты 3-тің X дәрежесі тең болады неге деп аламын? 2 минус түбір асты 3-ке тең деп аламын. Енді мына жерде минус 2 деген сан шығару керек қой. Минус 2-ні шығару үшін астында үстінде нені ұқпам? Астында үстінде 2 плюс түбір асты 3-ке несі? Көбейтім. Көбейтетін болсам ше, қарадан. Мынаны бірден бет жаза берсем болады мынаны. 2 плюс түбір асты 3-тің X бөлінген 2 дәрежесі деп алсақ бола ма? Сол кезде мынаны ше, мына екеуін көбейтетін болсам 2 минус түбір асты 3, мынау 2 плюс қандай? Астында не болып тұр? Мына екеуі қысқаша көбейтіп болмасын бере ма сүті? Нешеге тең ол? 1-ге тең. Демек, мынаны бет алсақ болады ғой? 2 плюс түбір асты 3, X бөлінген 2 тең болады, 1 бөлінген қандай? 2 плюс минус 1 деген дәрежесі бар. бұның 1 дәрежесі бар, оны жоғары көтерсем не болып көтеріледі? Минус 1 болып көтеріледі. X бөлінген 2 плюс түбір асты 3-тің неше дәрежесі? Асты неше салам? Тастап кетем. Тастап кететін болсам, X бөлінген 2 тең болады минус 1-ге, X тең болады нешеге? Минус 2 болады. Екінші шешімі неге тең екен сонда? Түсіндіре алсам, жақтан басқа аяқ болады.